блогерлерге исламды қабылдағаны үшін ай сайын 9 миллион теңге беретінін айтқан Камаладдин. Камаладдин медиа агенттігінің негізін қалаушы Абылайхан Камаладдин қазақ блогерлеріне мұсылмандықты насихаттағаны үшін ақша ұсынылғанын айтты. Айтуынша, белгілі бір адамдар тобы кей блогерлерге келіп, ай сайын өздерінің діни өмір салтын көрсететін контент жасауды ұсынған. Сондай-ақ нәтижесінде өзінің де ислам дінін шынайы түрде қабылдауын талап еткен. Ол үшін блогерлерге ай сайын 10-20 мың доллар төлеп тұруға уәде берген. Айта кетейік, бұған дейін Динара Сәтжан дәстүрлі қазақ исламын жақтайтынын айтып, блогерлерге оранғаны үшін ақша берілетінін айтқан еді. Кейінірек Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Дүйсенбай Кенжетай бұл ақпаратқа пікір білдіріп, жоққа шығарған еді. Қазір байқайсыздар ма, көп блогерлер барлығы оранып жатыр. Бұл рас па? Олар шын ниетімен оранып жатыр ма, жоқ әлде ақша үшін оранып жатыр ма?